Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жанар. Сіздерге бүгін бесбармақтың қамырын илеп көрсететін боламын. Қамырымызға бір жұмыртқамызды және 2 пиала сорпамызды тұзымызды салып жақсылап илейміз. Мен мына жерде сорпамның түсі басқаша болу себебі оған қалдық жұмыртқаны қосып жіберген болатынмын. Және де егер де жұмыртқаңыз кішкентай болса, 2 жұмыртқа, үлкен болса 1 жұмыртқа жетеді. Осылай ұнымызды кішкене салып, жақсылап арасын барлығын жақсылап осы илеп аламыз. Арасында комочки қалып кетпеуі қажет. Осылай қатты емес және жұмсақ қылмай илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін тағы да 5-10 минутке бетін жауып қойып қоямыз. Және де 5-10 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, қайтадан тағы да июі қанғанша жақсылап илеп аламыз. Яғни ұн салмай жақсылап илеп, арасын бәрін ұны ерігенше бір илеп қойып қоямыз. Бесбармақтың қамырын сорпаға илейтін болсаңыздар, дәмі өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Ал жұмыртқа салу себебіміз ол жұмыртқа қамырдың езіліп кетпеуіне, яғни қамырдың өзінің қалпын ұстауына көмектеседі. Және де біз егер де кеспе көженің қамырын илейтін кезде тек қана жұмыртқаға илесеңіздер болады. Өйткені жұмыртқаға илеген кезде ол езілмейді, әрі оның қалпын, яғни ісініп кетпей, өзінің қалпын ұстап тұратын болады. Сол үшін тек қана жұмыртқаға илеңіздер. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қазір кесіп көрсететін боламын. Міне өзі июі қанып, жұмсарып тұр. Енді бұл жерде бұл қамырда менде кішкене 2 зуала болды. Егер де кішкене 2 пиаламен құйсаңыз, кішкентай 2 зуала шығады. Ал үлкен пиаламен салсаңыз, сонда үлкен 2 зуала шығатын болады. Міне қамырымды кесіп көріп жатырмын. Арасында ешқандай комочки жоқ. Тек қана осылай қамыр болып, әдемі болып тұр. Осылай 2-ке бөліп, қамырымызды жайып шығатын боламыз. Бұл бір зуала дегеніміз бір леген тамақ. Яғни бір леген тамаққа 1 зуала қамыр кететін болады. Осылай есептесеңіздер болады. Енді қамырымызды тағы да 5 минутқа қойып, демалдырып, одан кейін жаятын боламыз. Дәл осы видеодағыдай етіп, бір келік етіп осылай жайып шықсаңыздар болады. Ең алдымен қолымызбен осылай созып аламыз, сосын оқтаумен осылай қайта айналдыру арқылы жайып шығамыз. Бір тегіс болып шығу үшін екі шетінен қатты баспай, осылай дөңгелетіп жайып шыға берсеңіздер, дөңгелек әдемі қамыр болып шығады. Егер де мысалы қамыр жайып жатып, арасында кетіп қалатын болсаңыздар, қамыр мысалы осы қалыпта қалдырып кетсеңіздер, қайтып бір 5 минутқа басқа жерге барып кетсеңіз, ол кезде қамырыңыз демалып қалып, жайылуы қиын болып қалады. Сол үшін қамыр жайып бастаған кезде соңына шейін жайып шығыңыздар. Кейіннен барып басқа тірлігіңізбен айналыса бересіз. Қамырымызды жаю барысында арасына ұн сеуіп жайып шығамыз, яғни ұнды аямай сеуе берсеңіздер болады. Өйткені мысалы мантының қамырында ол кезде біз ұнды соңына қарай сақтықпен уже салатын боламыз, ал бесбармақта ондай ешқандай кедергілер жоқ. Осы қамырымызды жұқа болғанша жайып шығып, кейіннен қамырымызды кесіп бесбармаққа дайындап қойсақ болады. Егер де бесбармағыңыз әлі дайын болмай жатса, ол кезде қамырыңызды осылай жайып холодильникке салып қойсаңыз болады. Яғни тоңазытқышқа мысалы жарты сағат бойы ол өзінің қалпын сақтап тұра беретін болады. Арасында ұны жақсы себілуі қажет. Міне біздің қамырларымыз дайын болды, өте әдемі болып шықты.